Бізде бұл анау эпигенетикалық деп айтады ғой, соған байланысты үдеріс болады. Бізде әдетте білетініміздей, бізде әрбір хромосома жүк болып келеді, яғни оның екі аллелі бар деп айтамыз. Оның біреуі әкемізден, біреуі анамыздан келген болып табылады. Әдетте ол хромосомалар біз гомологты хромосомалар деп айтамыз, оларда бізде орналасқан гендерді аллель гендер деп айтамыз. Ол екі аллель геннен бізде білуімізше бір қалыптастыратын белгісі бір, бірақ та олардың андай несі мысалы көздің белгісін қалыптастырады, бірақ көздің ақ болуына көк болуына деген әртүрлі жауап беруі мүмкін, бірақ та екеуі де бір нәрсеге жауап береді. Бірақ бізде бір ерекшелік адамның кейбір сомалық жасушаларында тек қана бір аллель арқылы ғана жарыққа шығатын гендер болады, немесе әдейі керісінше бір аллелін басып тастап отырады. Сол үдерісте сондай тек қана бір аллельге ғана жауапты жарыққа шығатын осындай құбылысты біз кім импринтинг деп атап отырмыз. Ол үшін бізде жалпы не етеді? Именно бізде ДНК-да цитозиндік негіздер болады. Цитозиндік негіздердің бізде бір ерекшелігі, оларда бос функционалдық тобы жоқ көміртек атомы болады. Олар бізде метилаза деп аталатын фермент болады. Ол адамның ерекшелігіне байланысты именно сол кейбір аллельдерді метилдеп тастайды. Метилдеп тастаған аллельдер бізде олар функционалды активсіз болып қалады, яғни олар ақуызбен байланысты сондай болады да, активсіз болып қалады. Мысалы бізде мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынау бізде полигамид қалай еді? Пардервиллидің дауына жауап беретін бөлік, бірақ мына мутациялама. Егер мынау мутацияланатын болса, бізде дамитын ауру пардервилли болады. Ал мынау бізде керісінше кімнің Энгельманның дауына жауап беретін аймақ. Егер бұл аймақ мутацияланатын болса, бізде Энгельманның, бірақ бұл аймақ мутацияланбай тұрған кезде, бұда оның Энгельманның белгілері қалыптаспай қалыпты тұрады. Аймақ мутацияланбай тұрған кезде қалыпты тұрады. Байқасаңдар, екеуі де бұл 15-ші жүк хромосома, екеуі де сол хромосома, бірақ бізде келесі аллельдері активсізденіп қалған. Бізде инактивацияланып қалған. Бұл процестің инактивациялану процесі болады бізде гамотегенез кезеңінде болады. Яғни өзінің келесі аллелін активсіз, яғни ана жағынан келетін хромосомаларда именно әкеге жауап беретін активсіз деп санап отырады. Әке жағынан келетін мына белгілерді қалыптастыруға. Ал керісінше әке жағынан келетіндерде сау Энгельманның белгілерін қалыптастырады, активсіздендіріп салып отырады. Ол анадан келсін, ананың қызметімен оны жауап бермеймін деген сияқты нәрсе істейді да. Енді кей жағдайларда бізде бір ата-аналық дисомия дейтін болады. Ол оның пайда болуының бірнеше түрі болады. Бірінші, хромосомалардың трисомиялануына байланысты болады. Екіншісі бізде транслокацияға байланысты болады. Ол транслокациялардың өзі мейоз 1-де кетуіне, мейоз 2-де кетуіне байланысты деп тағы да, бірақ мейоз 2-де болмайды. Мейоз 1-де. И содан кейін мейоз 1-де хромосомалар ажырамауы ол трисомиялыққа кететін болып табылады солай. Одан кейін үшіншіде мынау көрсетіп кеткен бізде жалпы осының тағы да геномдық импринтингтің аурудан жарыққа шығуының тағы бір себебі ол мутациялардың салдары. Именно сол геномдық импринтингтің жауап беретін мутациялардың салдарынан болады. Соға егер де біз мына генді мутацияланып қалатын болса, мына генді уже Энгельманға байланысты ауру дамиды деген сөз. Өйткені мына келесі мұның мутациясының әсерін басып тастайтын келесі аллель жоқ та, бұл ген мутацияланса сразу мына белгі жарыққа шығады дегенді білдіреді бізге. И сондықтан бұл мутацияның әсерінен дамуы мүмкін. Екінші жолы бізде мейоз 1 кезінде біз пропаза 1-де рекомбинация деп аталатын процесс болатын едіміз. Гомологты хромосомалардың бір-бірінің сәйкес бөліктерімен алмасу. Бұл негізі бұл хромосомаларда ондай не болмауы керек екен. Бірақ кей жағдайда болып қалады екен. Мысалға бізде мына жерде қарасақ, мынамен мынау алмасу керек, иә? Именно мына жерде мысалға мына жерде мына тұрған ген, Энгельманға жауап беретін ген, мына хромосомаға өтіп кетті. Мына жерде керісінше мынаның нетпеген бөлігі, мына Энгельманның кодтамаған бөлігі мына жаққа өтіп кетті. Енді мына жерде қарайтын болсақ, мына бізде ана жағымыздан, мама жағымыздан бізде Энгельманның болмауына жауап беретін келу керек еді. Энгельманның аурудың болмауына жауап береді. Ал бізде оның локустарын ауыстырып жүргендіктен әкемізде эффектінің мына жағы жоқ, мамамыздың болуға тиіс жауабы мына жаққа қарай өтіп кетеді да, и мына жерде болмауға тиісі. Яғни Энгельманның белгілерін андай активсізденіп қалған түрі келеді деген сөз екен. Активсізденіп қалған түрі өйткені мына жерде әкеміз оны активсіздеп тастаған еді. Сол әкеміздің активсіздеп тастағаны мына хромосомаға өтіп кетеді. И осы хромосомамен бізде әкеміздің итаки бізде кімге байланысты екен? Энгельманға байланысты екен келмейді, ол активсізденіп тұр. Тек қана кімге? Прадервиллидің болмауына жауап беретін ген келеді. Бізде ол прадервиллимен мына жерде бар. Прадервиллидің болмауына жауап беретін ген бар. Бұл бала прадервиллимен ауырмайды. Бірақ Энгельманның екеуі де жоқ болып қалғаннан кейін бізде оның